Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, нәзік болып шығатын бисквитті рулетті дайындап көретін боламыз. Рулетіміз майысқақ, ешқандай сынбайтын, мінсіз болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен жұмыртқаның ағын және сарысын ажыратып аламыз. Ең бірінші жұмыртқаның ағын миксерлейтін боламыз, себебі бізге таза миксермен таза ыдыс болу қажет. Сонда біздің жұмыртқамыздың ағуызы өте керемет болып миксерленеді. Ең бірінші тұзымызды салып, көпірік болғанға дейін осындай араластырып аламыз. Сонан соң 3 қасық қантымызды саламыз. Енді бір 3-4 минуттай жоғарғы жылдамдықта миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз осындай болып кәдімгі өзінің формасын ұстап тұратындай, табақты төңкергенде төгіліп кетпейтіндей қатты формаға келгенше миксерлеп аламыз. Енді миксерімізді жумай-ақ осылай сарысын миксерлейміз. Оған да 3 ас қасық қантымызды салып, ағарып кішкене көлемі үлкейгенше миксерлейтін боламыз. Міне біз жұмыртқамызды араластырып болдық. Енді біздің құпия ингредиентіміз, яғни суымызды қосамыз. 4 ас қасық суымызды қосамыз. Сонда біздің бисквитіміз оңай алынады қолға. Орағанда ешқандай да жыртылып кетпейді, сынып кетпейді, керемет болып шығады. Сонан соң тек қана жай венчиктің көмегімен ұнымызды 2 бөлікке бөле отырып салып араластырып аламыз. Суымызды да венчикпен араластырамыз. Осыдан кейін біз миксерді қолданбаймыз. Енді жаңағы ағуызымызды да 2 бөлікке салып, массамызды басып алмай, жай ғана араластырып аламыз. Тек біркелкі кейіпке енгенге дейін ғана. Енді рулетімізді пісіретін формамызды дайындаймыз. Үстіне пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазымыз майлы, жақсы сапада болу қажет. Баклан пергамент қағазын қолданамын. Үстіне жаңағы массамызды бірден салып жіберіп, лопатканың көмегімен тегістеп жайып шығамыз. Үстінен басып жібермеңіздер, біркелкі тегіс болып жайылу қажет. Енді 200 градус қызып тұрған пеште 10 минут қана салып пісіріп аламыз. Одан артық ұстамаймыз, осылай тек қана жай сарғайғанға дейін ұстаймыз. Рулетіміз пергаменттен жақсы ажырау үшін сулы майлықпен орамалмен сүртіп алсақ жақсы ажырайды. Осылай ақырындап ажыратамыз. Рулетімізді басқа бір майлыққа немесе басқа бір пергаментке төңкереміз. Сонан соң оны дәл сол майлықпен немесе орамалмен немесе пергаментпен орап суытамыз. 15 минуттай осылай суиды және осылай оралған өзінің формасын ұстайтын болады. Ашылғанда ешқандай да сынып кетпейді. Өзі жұмсақ болып, өзінің формасын, кез келген форманы ұстап тұр. Негізінен осы қызарған бөлігін сыртына қаратып орауымыз қажет еді. Мен ішін қолданатын боламын, себебі көріп тұрғандарыңыздай менің протеинінің сызықтары түсіп қалған, сондықтан әдемі көрінбей қалады. Және міндетті түрде бисквитімізді пропиткалаймыз, яғни сүтпен. Сүтке қант қосып, немесе басқа тәтті сироптарды қолдансақ, тіпті қатты тәтті болып кететін болғандықтан мен жай ғана сүтпен пропиткаладым. Сонан соң сгущенкамызды жағамыз. Басқа да кез келген крем түрін қолдансаңыз болады. Мен сгущенка қолдандым. Сонан соң осылай әп-әдемі етіп орап аламыз. Рулетімізді пергаментке немесе орамалға, майлыққа орап, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Сонда біздің креміміз немесе салмамыз бисквит бойына сіңіп, жұмсақ болып, одан да нәзік бола түседі. Біздің рулетіміз 2 сағат тоңазытқышта тұрды. 2 шетін артық жерін кесіп тастадым, әдемі болып көріну үшін, және бетін шоколадпен әрледім. Бетіне және де кокосовая стружканы септім. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлей берсеңіз болады. Өте әдемі болып шықты. Дәмі енді өте керемет, шай ішкенге қонақтарға қойсаңыз да болады. Жасалуы да өте оңай, жарты сағат қана уақытыңызды алады. Осылай кесіп көрейік енді ішінің қандай болған екенін. Бұл рулетіміз тоңазытқышта қаншалықты ұзақ тұрса, соншалықты нәзік бола береді. Қараңыздар, осының өзінде қандай нәзік болып тұрғанын көріп тұрған боларсыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер және пікірлерде қалай шыққанымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге менің каналым, менің рецептерім ұнайтын болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ал баршаңызға сәттілік тіледім, ас болсын.